Бүгін біз 20 ақпан. Қазір мен Заринаның туған күніне бара жатырмын. Сосын үйге келіп чемодан жинастыру керек, себебі ертең кешке мен Алматы қаласына кетіп бара жатырмын. Мамамен. Короче, уже 8-ден асып жатыр, мен уже кеткім керек. Как-то так. Да, еще бізде өте жылы прям жаз болып тұр ғой. Август сияқты. Біз жібек екеуміз Заринаның туған күніне келдік, короче. Да. Заринаға міне гүл, міне шарик. Біз қазір мама екеуміз Алматы қаласына кетіп бара жатырмыз. Мен осылай киініп алдым. Отсталая болып отырмын, короче, регистрацияны өттік. Кстати, мне купили новый телефон. Короче, самолетке оттық. Біз киноға келдік. Біз ана Арбаттағы киноға келдік. Короче, біз ведьма деген орыс киноға келдік. Ведьма қазақша киноғамыз ма? Достар, барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде 5 наурыз. Біздің Мальдивадан келгенімізге 3 күндей болды. Ол жақтан менде бөлек влог шықты кеше. Көрмеген болсаңыздар көріңіздер. Бүгін бізде 5 наурыз. Бүгін Қайрат Нұртастың концерті Шымкент қаласында. И концерттен кейін біздің үйде жиналамыз. Еще Мальдивада бірге жүрген адамдардың жартысы бүгін біздің үйге келеді. Былайша айтқанда қонақ күтеміз бүгінде. Ана кеше Мальдивада бірге болған балдар ғой. Осы біреу ма? Екеу. Екеу. Арнайы еркеге арналған Гүлжан нешедір нәрсеңіз? арнайы еркеге арналған бешбармақ менің атымда. Сол туысқан. Сен туысқан сол үшін жоқ қой. 8 март басталды. Қараңыздар, маған не келді курьер. Это еще записка. Мен кетіп бара жатырмын жұмысқа. Жібеканың оқырмандар барлықтарыңызға сәлем. Алда сіздерді күшті контенттер, күшті жобалар күтіп тұр. Міндетті түрде YouTube каналға жазылып қойыңыздар. Және Шымкент қаласындағы ең мықты номер 1 сұлулық салон Жібек Садуова. Міне бізде осындай торт әкелінді. Вот так. Мейрамдарыңызбен біз үйге келдік. Қараңыздар, қандай әдемі гүлдер. Вот, қазір тамақтанамыз. Әлі енді тамақ дайын емес, біз қазір келетінімізді білген жоқ. Вот, сондай әдемі тюльпандар. В общем, достар, бүгін бізде 9 март. Бүгін біз 9 март, и мен сабаққа бара жатырмын. Осы 2 аптадан кейінгі перерывтан кейін бірінші рет. Мен жаңа ғана тұрғаннан кейін бетім ісіп тұр. В общем, кеттік сабаққа. Смотрите. Камерада ужас көрген отсай. Қолымда қалап қарам. Короче, сабақта отырмыз бәріміз. Менің атым айтпадым, үйге қалай жалпы. Достар, господи. Так, бүгін менде фотосессия болды. Қазір фотосессияға қайтып баратырмын. Вау, бүгін бізде жібек 22 наурызға дайындық. Осындай образ болды бізде. Красотка. Итак, достар, мен уже үйдемін. Бүгін 22 наурызға образ жасап маған қазақша көйлек киіп, мындай прическа істеп маған видео, суреттер түсірдік. Егер де қызық болса, менің инстаграмыма өтіп кетіңіздер. Еще менде видео монтаждайтын приложениемде кішкене бір проблемалар болып жатыр, сондықтан мен ютубқа видео сала алмай жүрмін. Бір видеом дайын болып тұр, монтаждалып тұр, бірақ мен оны сохранить етмей жатырмын.
Мадензе қайырлы таң. Бүгін бізде 26 март. Бүгін менің мамамның туылған күні. Онымен қоса біздің салонымызға бүгін 1 жыл болды. Қазір салонға барамыз, бізде азаннық сағат 10. Салонға фуршет жасаймыз. И қазір поварлар келіп істейді соны. Бүгін туылған адамдарға, яғни 26 наурызда кімді туылған күні, соған 50% скидка болады бүкіл нәрсеге. Бізде еще жаңбыр жауып тұр. Көктем келгелі Шымкентте өте көп жаңбыр жауып жатыр. Бүгін бізге 1 жыл болды. Соны қазір тойлап дайындаймыз. Еще бүгін жетім алып Бізді құттықтап келіп жатыр адамдар. Сыйлықтар әлі алып жатырмыз. Міне үйіміз гүлге толды. Мына жақта еще сыйлықтар там. В общем, осылай. Маған қатты ұнады прям.